Сәлеметсіздер ме? Семей қаласындағы көлік колледжінің арнайы пән оқытушысымын Сагандыкова Еркина Сириковна. 13-ші кәсіптік модуль бойынша жолаушылар тасымалын және жолаушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру талаптарын орындау бойынша жолаушылар тасымалының ұйымдастырылуы және технологиясы пәні бойынша 14-ші сабақ. Бүгін біздің сабақтың тақырыбы қалалардағы автобустар қозғалысын жоспарлау. Жоспарға келетін болсақ, автобус көлігі мен жолаушы тасымалын жоспарлауды ұйымдастыру, автобус бағытының тиімділігі, тиімді маршрут таңдауда көрсетілетін талаптар. Жалпы сабақтың мақсатына келетін болсақ, осы тақырыпты оқу барысында қалалардағы автобустар қозғалысын жоспарлау туралы ақпарат беру. Бірінші сұраққа келетін болсақ, автобус көлігі мен жолаушы тасымалын жоспарлауды ұйымдастыру. Бізге ең негізгі мақсат қойылған, ол бізде тасымалдауды жоспарлау, қозғалысты басқару және қозғалысты ұйымдастыру. Автобус көлігі мен жолаушы тасымалын жоспарлауды ұйымдастыру төртке бөлінеді. Қалалық маршрут бағытында әрбір жоспарланған жолаушы көлемі, бағыт бойынша орташа жүрісті анықтау, күтудегі жолаушы ағынын анықтау, автоколонна жүргізуші бригадаларының жұмысын пайдалану көрсеткіштерін есептеу. Қозғалысты басқару тасымалдау процесін орталықтандырылған жүйесінің соңғы мақсатын қамтамасыз етеді және тасымалдаудың жоғарғы сапалы болуын жоспарлауды ұйымдастыру. Автобус бағытының тиімділігі, жалпы олар тасымалдау түрлеріне байланысты бөлінеді. Қалалық, қаламаны, қалааралық, ауылдық, халықаралық, экскурсионды туристік және арнайы. Арнайы тасымалдау түріне тоқталатын болсақ, ол бізге мысал ретінде айтатын болсақ, жедел жәрдем тасымалдау, немесе арнайы мектеп автобустары тасымалдау болып табылады. Немесе жеке меншік мекеменің автобустары. Жалпы қалалық автобус маршруттары қала жоспарынан өтуіне байланысты алтыға бөлінеді. Ол бізде радиалды, диаметрлік, тангенциалды, сақиналы, жартылай сақиналы және аралас. Радиалды қаланың ортасынан оның шетін біріктіреді. Диаметрлі қаланың екі шетін қосады және қала ортасынан өтеді. Тангенциалды қала екі шетін қосады, ортасынан өтпейді. Сақиналы тұйық контур бойымен жол жүреді, бастапқы және соңғы аялдамасын біреу. Жартылай сақиналы сызбасы сақиналы сызба тәріздес. Аралас кез келген екі және үш бағыт сызбаларын біріккен түрі. Қозғалыс режиміне байланысты біздің тасымалдау кәдімгі жылдамдықты экспресс қысқартылған болып бөлінеді. Аялдамалардың түрлеріне қарай тұрақты, уақытша, талап бойынша болып бөлінеді. Тиімді маршрут таңдауда көрсетілетін талаптар. Маршрутты таңдау және негіздеу кезінде қажет. Ол соңғы аялдамалар жолаушының көп жиналатын жерлерде орналасады. Барлық негізгі пункттер бір-бірімен қысқы арақашықтықта болуы және қала аудандарын біріктіру керек. Маршрут бағытында жолаушының жол жүру бағытына сай болу керек және оның керекті жеріне автобус ауыстырмай жетуін қарастыру қажет. Негізгі соны аялдамаларда үлкен көлемде автобус маршруттары шоғырланбау керек. Автомобиль маршруттары жол жүру ережелері жүру жабыны бар жерлерде өтеді. Автомобиль маршруты қаланың басқа да жағдайларда жұмыс істесе сәйкестендіру керек. Жолаушыларға қызмет көрсететін категориялар: жалпы қалалық, қаланың барлық тұрғындарына қызмет көрсету, арнайы мекемелерге, ұйымдарға қызмет көрсету үшін, мектептік балаларға арнайыландырылған. Қозғалыс режиміне байланысты кәдімгі автобус маршрут бойында орналасқан барлық аялдамаларға біркелкі тоқтайды. Жылдамдықты автобус тоқтаусыз ұзақ арақашықтық жол жүретін телімдер бар. Экспресс автобус бастапқы аялдамадан соңғы аялдамаға дейін тоқтаусыз жол жүреді.
қысқартылған негізгі бағыт бойынша жолаушы ағыны көп маршруттар ұйымдастырылады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.